Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, білегінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Баршаңызға сәлем. Сіздермен пайдалы және қызықты арнасы. Бүгін сіздермен асқабақ жайлы пайдалы ақпараттармен бөлісеміз. Бізбен бірге болып арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Асқабақтар біршама пайдалы қасиеттерге ие. Ол диеталық көкөніс ретінде оны асқазан ішек жолдарының ауруы кезінде ұсынады, ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп жыныс жүйесінің ауруларын емдеуге септігін тигізеді. Несеп айдаушы, өт айдағыш қасиеті бар және паразиттерді жояды. Ол сонымен қатар қан аздық ауруы кезінде де пайдалы. Себебі ол минералды заттардың жиынтығы. Құрамындағы калийдің үлкен мөлшерінен ол жүрек жұмысын жақсартады, қан тамырларын нығайтады. Бауырдың ауруы кезінде шикі асқабақты жеуді ұсынады. Егер шикілей асқабақты жей алмайтын болсаңыз, онда оны асқабақ ботқасымен алмастырыңыз. Асқабақтың дәнегі 2 қабат әйелдер үшін токсикоз кезінде өте пайдалы. Алайда оны қуырып жегеннен көрі кептіріп жеген пайдалы. Әсіресе асқабақ дәні емдік мақсатта кеңінен қолданылады. Ғасырлар бойы оны ішек құрттарына қарсы дәрі-дәрмек орнына пайдаланған. Асқабақ дәнінің 300 грамын ұнтақтап, үстінен бал қосып, әбден араластырады. Мұны 1 сағат бойы аз-аздап қана аш қарынға жеу керек. Ал 4-5 сағаттан кейін майсана майын ішіңіз. Асқабақ дәнінің ішек құрттарына қарсы қасиетін ғылымда мойындайды. Мұның сыры оның құрамындағы кукурбитин аталатын затпен байланыстырылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан асқабақ шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан еспе дайындап ішіңіз. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін, шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет ғана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Асқабақ дәнін жесеңіз ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды. Жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стрессте жүргендерге және үнемі мазасызданатындарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береміз.